Достар, бүгін бізде состав бағалау айдары. Ал олай болса, бүгінгі біздің айдарымызды ашып беретін аккаунт Мади. Ал олай болса, біз бағалауды бастаймыз. Кеттік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Мадидің составы өте керемет. Деп тұрсаң. Ойнайым. Ал ойынды доғарып, состав бағалаударға жалғастырсақ, бұл баланың емес, Мади деген аккаунттың составында, Мади деген аккаунтта бұл жерде біз составты төмендетіп тұрған ойыншыларды атап өтсек, бірінші кезекте ол Кезі, Беллингем, Де Йонг, Ван Дейк, Триппер. Неге бұл жерде осыларды атап өтсек, өйткені рейтингі уровені төмен. Ван Дейк негізі қатты қоспай қойға болады, өйткені Ван Дейк 91. Бұны Ван Дейкті примерно событиялардан бірдеңе ашып болмаса, ақша жинап 93-ге дейін көтеріп қойса, әдемі ойыншы негізі. Ал қалған ойыншыларды өкінішке орай не алмастырасың. Мысалы, Обернға сен 92 ғой, 94-95-ге дейін көтеру үшін солай жасайсың, болмаса бұларды да до конца дамытпайсың, бірақ 20-ға дейін ең кем апару керексің, хорошо? Өйткені өзі 20-ға дейін апарсаң, равная играда да, доскымен ойнасаң да, тренерский ойын ойнасаң да, сосын атакада ойнасаң да, көп көмек етеді. Өйткені скоростың көбейтесің, физически дамытасың, шаршамайды мысалға. Дәл сол сияқты ударды күшті болады. Осындай оценка беріп отырмын. Мен негізі осы оценканы видеодан беруді бірінші рет түсіріп жатқандықтан ешқандай реніш болмасын, немесе айыптаулар сондайлар болмасын. Келісіп отырайық осы жерден. Тағы да осындай бағалаулар ұнап, мен де составын қарап бер дейтін ойыншылар болатын болса, комменттерге жазып кетеміз. Алдағы уақыттарда бұйырса, бұдан да бөлек менің өзімнің ойымда дүниелер бар. Соларды түсіріп, сіздерді іштеріңіз жалықтырмай, қызықты дүниелер түсіріп, іштеңіз пыстырмауға барын салам. Видео ұнап жатса лайк бас, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаймыз.